Сәлем достар, қалайсыңдар? Бүгін өз басыма алып холодец пісірейін деп шештім. Оның алдын вообще пісірген жоқпын. Мен рецептін өзімнің тәтемнен, өзімнің мамамнан алып әйтеуір пісіруге тырыстым. Содан кейін достар, домашний холодецтің рецептін сіздермен де бөлісуге шештім. Сонымен мына бір холодецті саламыз, қайнаған суны бір қайнағаннан кейін төгіп тастаймыз. 2 ретте төксеңдер болады достар. Тағы мұздай су құйып, бір қайнатып алып тағы төгесіңдер. Одан кейін қайтадан су құйғаннан кейін ет салсаңыздар өте керемет болады достар. Менде мына жерде сиырдың еті, соны салдым. Пияз, сарымсақ, лавровый лист, бір тал сәбіз, тұз, дәміне қарай сөйтіп бәрін әстен бір қайнағаннан кейін көбігін жақсылап алып, барлық заттарды салып алғаннан кейін отты әстен қойып, барлығыны жақсылап 8 сағаттай қайнатамыз достар. Ішіне ет салғаннан кейін достар, көбігі жақсылап шығады, содан кейін алуды ұмытпаңыздар. Менің холодецім 8,5 сағат қайнады. 8,5 сағат қайнағаннан кейін бәрін жақсылап сүзіп аламыз. Осылай жақсылап сүзіп алғаннан кейін достар, етімізді турап бастаймыз. Осылай видеода көрсетілгендей сүйегімізден оп-оңай айырылу керек етіміз. Содан кейін жақсылап фарш сияқты қылып қолымыздан тураймыз. Мен мясорубкадан өткізген жөн көрмеймін, қолымнан турағанды жақсы көремін. Етімізді қатты майдаламаймыз достар, осылай видеода көрсетілгендей ұзын-ұзын қылып турап шығамыз. Ал достар, барлық затымды турап, дайындап табаққа салдым. Енді сорпамызға салып, жақсылап араластырамыз. Бәрін сорпамызға салғаннан кейін оны жақсылап араластырып шығамыз. Сорпамыз кішкене суып қалған жөн, содан кейін контейнерлерге теп-тегістеп құйғандарыңыз жақсы. Көкөністерден достар, мен укроп қостым. Укроп, сәбіз, сарымсақ, ет, сәбіз бәрін солай қосып дәмді болып шықты. Осындай контейнерлерді сатып алдым магазиннен. Жақсылап жуып, шайып ішін теп-тегістеп осылай құйып шықтым. Ал достар, қараңдаршы қандай әдемі боп холодецтерім шықты. Тоңазытқышқа салып қоямыз бір күнге, ертең жейміз. Ас болсын бәрімізге. Рахмет.
Сау болыңыздар. Пока-пока.